Психологиялық тренинг. Сандар қатары мақсаты зерттеушінің зейінін, түйсігін, қабылдауын анықтау. Нұсқау зерттеушілерге әртүрлі сандар жазылған ақ парақ қағазы көрсетіледі. Зерттеушінің мақсаты сол сандардың орналасуын 15 секунд ішінде зейін салып, түйсініп қабылдауы керек. Содан кейін сол сандарды таза ақ параққа шатаспай түсіру керек. Қорытынды: 18 жоғары, 7-5 орташа, 4-1 нашар. Арқаға арқа беру. Әрбір жұп арқаларын бір-біріне беріп отырады. Енді бір-біріңізбен сол күйінде сөйлесіп көріңіз. Бірнеше минуттан кейін бір-біріне қарап алған әсерлерімен бөліседі. Отырып және тұрып сөйлесу. Жұптасқан екі адамның біреуі отырып, екіншісі тұрып тұрады. Ал енді бір-біріңізбен сөйлесіп көрелік. Бірнеше минуттан кейін орындарын ауыстырып орындайды. Жаттығу орындап болған соң әсерлерімен бөліседі. Көзбе-көз. Топ өздерінің жұптарын тауып бір-бірінің көздеріне қарап тұрады. Бір-бірімен сөйлеспей, тек көзқарас арқылы қарым-қатынасқа түсулері керек. Жаттығу соңында өздерінің алған әсерлерімен бөліседі. Кім екенін тап. Әрбір адам өзінің аты-жөнін көрсетпей, өз-өзіне психологиялық мінездеме жазады. Өзінің ұнамды, ұнамсыз қасиеттерін жазуы керек. Бұл мінездеме жазылған беттерді жетекші жинап араластырады да арасынан біреуін алып дауыстап оқиды. Топ мүшелері мінездеменің иесін табуы керек. Каналға тіркел, лайк басуды ұмытпа.